Салям қыздар. Фейсбукка кіресіздер. Фейсбукте создать аккаунт дегенді басасыздар да, данныйларыңызды, телефон нөмірлеріңізді жазасыздар и телефонға код подтверждение келеді. 47 5. Басындағысын мен басында енді өз аты жөндеріңіз ғой, өз аты жөндеріңізді ғана жаздап, телефонды подтверждение жасау керек. Тағы келді ма, не болып кетті? Новый адрес электронный. Шестой телефон. Почта дейді. Достарыңызды қосыңыз деп шығып жатыр. Бізге ол керек емес. Міне, Рахияның парақшасы ашылды. Добавить фото дейміз, загрузить. Өздеріңіз фотоларыңызды қойсаңыздар болады. Мен просто фото қоя берем. Жарайды ма? Сохранить. Парақшаны толтыра берем. Парақшаны кішкене толтырып қою керек. Данныйларыңызды, сіздер өз данныйларыңызды жазасыз. Редактировать профиль. И мына жерде мысалы обложка. Арт жағындағы фото. Тоже осыны таңдай салам. Все. Келесі. О себе. Расскажите о себе. Город проживания. Яғни бұның барлығын сіздер толтырыңыздар. Мен тек қана сіздерге көрсетіп жүрмін. Бәрін толтырасыздар. Шындықтарыңыз жазасыз. Город, место, учеба, родной город, семейное положение. Барлықтарыңыз жазып. Все. Қоясыздар, е? Бізде міне қараңыздар. Артқа. Енді не көрдіңіздер ғой сіздердің аккаунттарыңа. Бізге керегі бұл жерде осы аккаунттың ішінен дополнительно бизнес аккаунт ашуымыз керек. Қазір мен оны көрсетейін. Міне, мына жерде жоғары жақта көріп тұрсыздар не? Мысалы, мына аккаунт сіздікі болса, сосын кейін уведомление, одан кейін мессенджер, одан кейін меню тұрады. Вот менюдің ішіне кіресіздер де, мына жерде страница деген бар. Вот, осы жерден страница создавать етесіздер. Яғни бірінші Facebook ашасыздар, Facebook'тың ішінен рекламная страница ашасыздар. Түсінікті ғой, е? Интернет дүкен деп қоямын мен. Дүкен деп жазайын. Категория деген жерде, мына жерде начнем тексты. Қабылдаймын екен, көрейік қазір. Вот розничный торговля деген таңдайық. Арғатай создать страницу. Все. Енді бізде бірден бұл жерде жарнама жіберуге болмайды. Мына жерде контактный номер барлығын давайте добавить профиль. Тоже бір фото салып қояйық. Подписчиктер жинауға болады бұл жерде. Публикация жасап қояйық. Яғни бұл парақшада кішкене активность проявлять етулеріңіз керек. Далее. Шаг көрініп тұр ғой, үшінші шаг. Подключите WhatsApp свой страницу дейді. WhatsApp нөмірді қосу үшін мына жерге номер WhatsApp жазасыздар. Рахия WhatsApp-ыңды айтасаш? Номерімді ма? 8 747 747 173
Адымды мына жерде Қазақстанды таңдап алайық. 747 173 173 0506. 0506. Получить код. Код жібересіздер, сіздердің WhatsApp-тарыңыз осы страницаға прикрепляться етеді. Келді ме? WhatsApp-қа келеді. Дұрыс жаздым деген нөмірін. Қанша жаздыңыз қойдың? 207 жаз қойдыңыз, я. Сейчас указать другой номер. 747 173 173 0506. 05 06 06 деп жазып қойдым ойдың тағы да. Міндетті түрде WhatsApp нөмірлеріңіз прикреплять етіңіздер. Вот код келді. 39 39 86 86 2. 2. Подтверждаем. Міне, шаг 3 өттіңіздер. Астында далее деген тұр. Далее. Сформируйте аудиторию своей страны. Добавьте друзей деп тұр, я. Енді бізде пока друзья жоқ, поэтому пропускать етеміз. Далее, 5. Получайте оповещение своей страницы. Готово дейміз. Все. Біздің страницамыз состояние страницы удовлетворен деп тұр. Енді қараңыздар. Посмотреть дей салайық. Далее. Готово. Міне, біздің страницамыз дайын. Осы, яғни Facebook аштыңыздар, Facebook'тың ішінен страница аштыңыздар. Вот сол страницаның ішінен жарнама жібереміз. Көрдіңіздер ме? Центр реклама, создать рекламу, разместить рекламу, управлять рекламой. Вот осы жерден реклама жібереміз. Қазір көреміз не. Разместить рекламу дегенді басамыз. Создать рекламу дегенді басамыз. Бізге создать рекламу дегенді басу керек. Принимаю дейсіздер. Міне, бұл жерде біз енді қазір все. Міне, енді ақырын төмен қаратай түсе бересіздер. Мұнда выбрать медиа файл дейді. Сіздер рекламаға жіберетін медиа файлдарыңызды осы жерден таңдайсыздар. Я? Не бар? Бірінші загрузка жасап қойсаңыздар болады. Неге? Парақшаға жасап қойсаңыздар болады. Арғатай заголовок, интернет-дүкен заголовогын жазасыздар. Арғатай отправить сообщение или, мысалы, подробнее деген бар ғой не? Отправить сообщение, узнать, подписаться деген. Отправить сообщение. Бізден WhatsApp-ты қосып қойдық қой. Ол тұра берсін отправить сообщение болып. Арғатай төмен қаратай түсеміз. Мына жерде бізге Инстаграмды привязать ету керек. Түсінікті ғой? Привязать Инстаграм дейсіздерде. Бірақ я Инстаграмды берші, айтшы. Инстаграм аккаунт пароліңді білесің бе? Иә. Мына жерге Инстаграм аккаунттарыңыз жазасыздар. Айт. Басқа аккаунтымды айтып жіберейін. Любой аккаунт қазір өшіре саламыз. Ал сіздер өз жәнегі форматиға арнап жасаған Инстаграм аккаунттарыңызды осы жерге жазасыздар. Мен просто сіздерге көрсетіп отырмын. Давай. W. Ағылшынша ғой, Иә. W. I. Мындай ме? Екілі. Точка. Y. Точка. Y деген ол емес пе? Иә. U. Ама. А. Пароль. Рахия.
мындай ма? иә. Х қайсыны ма? Х, И, Мынандай И, мынау А ма? А, иә. 2009-09. Парольдарыңызды Инстаграмдағы ұмытпаңыздар. К сожалению, вы ввели неправильный пароль. Кәне. Дұрыс па? Иә. Мына жақта нижнее подчеркивание болады ғой деймін вроде. Рахиядан кейін ма? Иә. Көрейік қазір. Вроде солай. Қазір көрейік. Тоже неправильно деп тұр. Мына жерші. Бұл дұрыс. Мында Рахия 27-10-2009 деп көріңіз. Рахия 27. Без нижнего подчеркивания. Бұл жерде нені білген маңызды. 27. 10-2009. Көрейік. Тоже кірмей тұр. Негізі парақшаны кіру міндетті түрде привязать ету керек мына жерде. Менің уақытым аяқталып барады. Осы жерден привязать ету керексіздер обязательно. Міне WhatsApp привязаны, Instagram привязаны болу керек. И сол жерден арғатай реклама шығара беруге болады. Мына жерде күнін жазасыз, неше күнге, дневной бюджет, иә, қанша доллардан, не, способ оплаты деген жерге өздеріңіздердің карточкаларыңызды добавлять етесіздер. Мына жерге карточкаларыңызды, өз карточкасы, яғни карточкасын Қазақстан мысалы далее дейсіздер. И карточка номерлеріңізді, номерлеріңізді жазасыздар. Номер, имя, фамилия, номер, алдыңғы, артыңғы и сохранить дегенде басасыздар. Карточка прикрепляться етіп болғаннан кейін уже разместить дегенді баса саласыздар. Болды. Мына жерде обязательно Instagram аккаунттарыңды привязать етіңіздер. Уже Instagram бар, привязать етілді. 7 күнге кетеді, $5 и разместить дегенді басасыздар. Бар болғаны Facebook ашасыздар. Facebook'тың ішінен страница ашасыздар. Страницаны шаг-шагымен жасап отыр. Страницаның өзі бірінші бетінен ақ уже сіздерге разместить деп шығады ғой. Разместить деп. Я? Қазір көрсетемін. Міне. Интернет-магазин, на АДС, міне көрдіңіздер ма? Центр рекламы, создать рекламу, разместить рекламу, управлять рекламой деген бар. Управлять дегеніміз уже болып тұрған рекламалар болса, соны арғатай жасау. Парақшаны жақсылап тұрып толтырыңыздар. Данныйларыңызды бәрін жазып, 1-2 адамға подписка жасап қойыңыздар. 1-2 күн парақшадан публикациялар жасаңыздар. Facebook'тан да, именно страницадан да. Содан кейін барып реклама жіберсеңіздер, өте жақсы кетеді. Все, қиын, ештеңкесі жоқ. Самый главный привязать жәнегі Instagram мен WhatsApp.